18 түн. Ей, ұлы бақытты патшам! Қыз Харон Рашидке тағзым етіп, әңгімесін айта берді. Жігіт Бағдатқа бармақшы болды. Именетін жан жоқ, барлығы тас болып, иесіз қалған бір сарай. Дүние деген жайнап тұр. Қанша төсенсең көрпе, жастық даяр. Соның ортасында түнді патшазадамен бірге өткіздім. Ертемен ертіп алып кемеге келсем, мені күтіп даяр тұр екен. Менің қайда барғанымды сұрады. Мен қасымдағы жігітті көрсетіп, мән жайымды баяндадым. Мына екі сіңілім жігіт ертіп келгенімді онша қаламағандай болды. Бір күні анықтап алайын дегендей, мына жігітті қайтесің деді маған бұлар. Қайтейін, Құдай қосса қосағым болады. Енді мұнан бұлай, осы дүниенің иесі, осы дедім. Бұлар сөнген оттың түтініндей демін ішіне тарта қойды. Бірақ мен жамандыққа жорып, қастық істер деп ойыма алмадым. Тұманды түннің бірі еді. Басыраға жақындап, құрғақ жердің жиегі қарауытқан қаланың жағасы көрінеді. Сол жерде ертеңіне қалаға шықпақ болып, теңіз ішінде ленгір тастап, кемені тоқтаттық. Түннен біраз уақыт өтіп, жігітті құшақтап ұйқыға еніп едім. Умақ-шумақ оралған күйі баулаған шөптей көрпеге орап, біреудің былш еткізіп суға лақтырғанын сездім. Қасымдағы жігіт суға малтуды білмейтін жазған екен. Суға батты да кетті. Менің бір сынық тақтайға қолым ілігіп, өлмейтін жанға бір себеп кездесіп, бірнеше күн малтып, судың бір шетіне жақындадым. Шыққан жерім елсіз дала болды. Бетіммен қаңғырып кете бердім. Бір жерде бұрқылдаған шаңдақта былшита басқан адамның ізін көрдім. Сол ізге түсіп, жазық даланы беттеп келем. Бірақ адамның ізі әлде қашан жүріп, көмескіленіп қалған тәрізді. Мен өкшелеп түсіп, сол ізден айрылмадым. Солай келе жатып, бір кішкене жыланды қуып жетіп, жұтуға таянып тұрған айдаһарды көрдім. Жыланда болса, күшті айдаһардың жұтқалы тұрғанына жаным ашыды. Қолыма үлкен тас алып, айдаһарды ұрдым. Алқымы кеуіп, аузын арандай ашқан айдаһар күшті тас деген соң, үзілген қайыстай екі бөлек болды. Жауынан құтылған жылан бір аунап түсті де құс болып ұшып кетті. Мен бұған айран асыр болдым. Өзім де әбден шаршап, әлім бітіп еді. Көп ойлап отырып, сол жерде ұйықтап қалдым. Бір кезде ояна қалсам, аяғымды уқалап бір қыз отыр. Мен өңім екенін, түсім екенін білмей таң қалдым. Сіз кімсіз дедім. Ол кіші жүзділікпен маған қарап, осыдан бірер сағат бұрын аждаһа болып артыма түскен дұшпанымды өлтірдіңіз. Сол жаудың қолынан сіз құтқарған жылан мен болам. Мен жылан емес, қыз едім. Сіз жауымды өлтіріп, жәрдем берген соң, мен де сіздің кемеңізге барып, барлық дүниеңізді үйіңізге жинап қойдым. Екі сіңіліңді ит қылып, босағаңа байладым. Енді сізді үйіңізге апарайын деп, иығына салды да ұшты. Көзді ашып жұмғанша үйіме келді. Кемеде маған тиісті малдың сабақты жіп суыртпағына зиян келтірмей, түгел деп үйіме жинаған екен. Қыз кетуге айналып, маған қош айтты. Кетерінде, мына екеуіне рақым етуші болма. Күн сайын әрқайсысына 100 қамшыдан дүре соғып тұр. Егер оны орындамасаң, Сүлейменнің алтын жүзігінің құрметімен ант берем. Өзің осы суретке түсесің, деді. Бірге туған бауырды ұру да оңай емес. Бірақ өзің ит болу онан да қиын. Қызға берген анттан қорқып, күніне 100 қамшы ұрудан жазбай келем. Ей, Бағдаттың ұлы халифасы Харон Рашид! Алдыңызға шақыртып алған мен ғаріптің басынан өткен күн осы. Мынау ит те болса туысқаным. Ит істемейтін жұмысты істеп, сүйген жарымды суға тастады. Ол бір жағынан қайғы. Бұларды қыз ұруға қосты. Ұрмасам өзім ит болам. Бірге туған бауырды қолымнан ұрғанға қабырғам тағы қайсат. Ұрып болып жылаймын. Бетінен сүйіп кешірім тілеймін. Бұл сияқты жайымды ешкімге жариялай алмай, келген кісіге айтпа, сұрама деп серт қоям. Тіпті сертті бұзып, басынғысы келген кісіге жыннан көмек шақырып, қағар көрсетем. Сізді білмей, түнде қолыңызды байлаттым. Білместік бір күнәмді кешер деген үмітті ұлы дәргахыңыздан күтем, деп қыз көзіне мөлдіреген жасын төгіп,
сөзін аяқтады.